Тайқазан туралы 5 қызықты дерек. Тайқазан тарих еншісіндегі үлкен ескерткіш. 6 ғасырлық тарихтар қалаған аса құндылық туралы бүгінгі ұрпақ біліп жүруі тиіс қызықты 5 дерек бар. Бірінші, бұл қазан 1399 жылы 25 маусым күні әмір темір тапсырысымен сирек кездесетін асыл металдардың қоспасынан құйылған. Түркістан қаласының батысынан 27 шақырым жерде орналасқан Қарнақ елді мекенінде орналасқан. Екінші, Тайқазанның салмағы 2 тонна, сыйымдылығы 3000 литр. Қазан сыртындағы араптың гүлденген сульс және куфи қолтаңбаларымен жазылған 3 қатар жазудың біріншісінде оны шайхылардың сұлтаны Ахмет Яссауи кесенесіне арналып жасалғаны айтылады. Үшінші, қазан сыртындағы жазулардың екінші қатарындағы 18 рет қайталанып жазылған мүбәрак бат деген сөз де құтты болсын, берекелі болсын, береке дарыған орын деген мағынаны береді. Төртінші, қазан сыртындағы 3 қатар жазулардың төменгі жағында орналасқан 30-ға жуық төмпешіктерді ғалымдар куббалар дейді. Бесінші, 1935 жылы Тайқазанды Санкт-Петербургтегі атақты мұражай Эрмитажға Иран шеберлерінің 3-ші халықаралық конференциясына алып кетеді. Жарты ғасырдан астам уақыт сонда тұрып, 1989 жылы қыркүйектің 18-ші жұлдызында ғана тарихи отаны Қазақстанға қайтарылады. Бұл істе мемлекет және қоғам қайраткері, халқымыздың бір туар перзенті, ғалым, этнограф Өзбекәлі Жәнібековтың сіңірген еңбегін айрықша атап өткен жөн.